Кешкі асқа не істеріңізді білмесеңіз, осындай ерекше подачадағы тағамды жасап көріңіздер. Жасалуы өте оңай, әрі дәмді, әрі өте ерекше дастарханның сәнін келтіретін болады. Ал бастайық. Ең алдымен етімізді жұқалап және де ұзынша етіп турап аламыз, және де жуамызды да әдемілеп турап аламыз. Қызып тұрған майға пиязымызды салып, оны жақсылап қуырып аламыз, және де етімізді салып араластырып қуырамыз. Дәміне қарай дәмдеуіштер саламыз, тұз және де паприка салдым. Және де 1-2 қасықтай томат пастасын қоссаңыздар. Және де қалауларыңыз бойынша қызанақ қоссаңыздар болады. Мен бұл жерде жүгері крахмалын қостым, және де сәл су құйып, бетін жауып, толықтай піскенше бұқтырып алдым. Оған дейін гарнирін дайындайық. Ең алдымен күрішке мен жүгеріні қостым. Осы әдемілеп пісіріп аламыз, және де екінші гарнир ол. Ал енді осыны ерекше подача болу үшін 2 ыдысты алып, видеодағы